Майнкрафттың логикасы достар. Бірінші бөлім. Короче, достар, бүгінгі логикамыз, мына пшеница туралы болады. Осы пшеница, осы кішкентай әшейін қолмен сынатын пшеницаны мынау 10 тонналық наковальный сындыра аламын екен, көретін боламыз достар. Енді көрейік. Мен наковальныйге сеніп тұрмын, өйткені оның салмағы ауыр. Басқа түсте, короче, оңбайсың ғой. Көрейік енді. Наковальный газлай деймін деді ғой достар. Мен наковальныйге босқа сендім ба? Болмай қалды, короче, наковальныйге сенгенім. Қараңыздар достар, ол өзі сынып қалды, ой, пшеницаны сындырамын деп. Ал мынау 16 тонналық песок сындыра аламын екен, көрейікші. Мынау 16 тонналық песок енді сындыра алады, бұны менің ойымша. Жоқ. Песоктың өзі сындырамады достар. Енді мына не тұратынын көрсетемін достар. Мына қазір үшіншісі бізде достар лук тұру керек енді. Неғып жоқ болып кеткенін білмеймін достар. Бағана қойып қойған едім негізше. Мақұл, енді көрейік. Көрейік достар, емай. Бұл лук сындыра алады, походу, менің ойымша ше. Мен лукқа сеніп тұрмын ше. Лук өткен шүкір жаман қатты ше. Болды достар, осы жетіп қалар. Емай, жаман көп қатып тастадым. Енді көрейік достар. Лук сындыра аламын екен пшеницаны. Жоқ достар, сындырамады бұл да. Ал енді мынау трезвуйцтарды көрейік. Мынада көп трезвуйц бар, жаман. Трезвуйцтар сындырамаса енді білмеймін. Трезвуйцтар да сындырамады достар. Логика қайда Майнкрафтта? Ал енді өзімді көрейікші достар. Өзім сындыра аламын екен осы. Мен ана бағанағы наковальныйден песоктан салмағым вообще жеңіл. 35 киломын ба, сондаймын, короче. Мақұл, оны талқылайтын кез емес. Сындырып көрейік қаны. Мен өзім... достар, жоқ. Қараңыздар. Мен басқа жаққа түсіп қалдым. Қараңыздар. Үстіп тұрамыз да, қараң. Достар, мен сындыра алады екен. Мен сындыра алады екен, достар. Адам сындыра алады. Қалай? Ой-ой. Неғып жер сындырып тастан. Короче, достар, Майнкрафтта логика қайда?